Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өзімнің заказға жасайтын осындай начинкасы тауықтың етінен жасалатын сырный рулеттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып кетіңіздер. Бізге керегі қаймақ, сыр, жұмыртқа, кондитерский бояғыш немесе куркума қоссаңыздар да болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстіне шым-шым тұз салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қаймақ саламыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, мен 20% қаймақты пайдаландым. Енді осының үстіне күштен өткізілген сырымызды қосамыз. Қыздар, burada сырдың майлылығы маңызды, яғни қымбат сырды пайдаланыңыздар, комо сырын пайдалансаңыздар болады. Яғни арзан сырдан біздің рулетіміз дұрыс шықпайды. Енді мен осындай кондитерлік дүкендер сатылатын бояғышты қостым. Сіздер куркуманы қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, яғни бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз да противенге жайып шығамыз. Міне біздің сырымыздың түсі осындай сарғыш түске енді. Дастарханның сәнін ашатын түстердің бірі. Енді противенге осындай пергаментный бумага немесе фольга төсеп пісіріп аласыздар. Менің тапам кәдімгі әсел пештің тапасы, 4 бұрышты форма. Енді барлығын бір кеткі етіп жайып шығамыз. Міне қыздар, біздің осындай тестіміз әдемі жайылды. Осыны 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Енді оған дейін начинкасын дайындаймыз. Мен де осындай филені ет тартқыштан тартып алдым. Осының үстіне шым-шым тұз, бұрыш, қалауларыңызша дәмдеуші қоссаңыздар болады. Мен осындай паприка қостым және тауықтың етіне арналған приправа қостым. Жақсылап араластырамыз. Қалауларынша бір бас жуаны қуырып үстіне салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз.
Біздің начинкамыз дайын болды. Енді пештен шыққан осындай ыстық сырымызға начинкамызды, яғни орналастырып шығамыз. Қолға жабыспау үшін қолымызды майлап немесе сулап алсаңыздар болады. Сол кезде сіздің начинкаңыз қолыңызға жабыспай жақсы жағылады. Міне осылай орналастырып алдық. Енді осыны фольганың немесе осындай бумағының көмегімен орап бастаймыз. Яғни біздің рулетіміздің іші қуыс болмауы қажет, тығыз болуы қажет. Сол үшін орағаннан кейін сәл артқа тартып орап шығамыз. Міне біздің рулетіміз осылай шықты. Енді осыны фольгаға орап пешке салып аламыз. Яғни жалғанған шетін осы табамыздың астына қарай орналастырып саламыз. Себебі біздің рулет піскен кезде кесілген жағдайда қиындық тудыруы мүмкін. Екі жағын ораймыз осылай нығыздап. Міне біздің рулетіміз осылай дайын болды. Енді табаға салып 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің рулетіміз дайын болды. Өте әдемі шықты. Іші қуыс емес, тығыз, кескенде де өте жақсы кесіледі. Жақындарыңызға істеп қуантсаңыз болады. Егер менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Кәмшат, келесі видеомда кездескенше.